Сәлеметсіздер ме оқушылар? Көңіл күйлеріңіз қалай? Өте жақсы. Менің де көңіл күйім өте тамаша. Бүгін сіздермен көркем әдебиет сабағын өтеміз. Сіздермен бүгін өте қызықты тақырыпта әңгімелесетін боламыз. Енді сабақты бастамас бұрын сіздермен бір өте керемет тақпақты оқып беремін. Сіздер бірге қайталаңыздар менімен бірге, жақсы ма? Біз қандаймыз. Шұғылалы таңдаймыз. Жарқыраған күндейміз. Ренжісуді білмейміз. Өте жақсы, жарайсыңдар балалар. Енді сіздермен қайырымды қоян ертегісін бүгін сіздермен оқимыз. Ертегіні мұқият тыңдайық. Ертегінің соңында мен сіздерге сұрақтар қоямын, жақсы ма? Ал бастаймын. Мейрам күні әке-шешесі кішкене баласын қонақ шақырып келуге жұмсайды. Ана ағаңды, мына атаңды, әне бір жездеңді шақыр деп, екеуі көптеген адамның атын айтады. Бала көшеге шығысымен-ақ шақыр деген кісілерінің аты жөнін ұмытып қалады. Үйге барып қайыра сұрауға бата алмайды. Ол тұрып ауылдың адамын тегіс шақырайын, солармен шақыр деген адамдары да келер деп ойлайды. Сөйтіп, ол үй біткеннің бәріне кіріп, ауыл адамдарын тегіс қонаққа шақырады. Барлығы да шақырғанына риза болып, келетіндіктерін айтады. Бала үйіне қайтады. Түсте қонақтың алды жинала бастайды. Ауылдың барлық адамы жиналып, енді тек дастарханның жайылуын күтеді. Баланың әке-шешесі жиылған жұртты көргенде шошып кетіп, мұнысы несі? Мұнша жұртқа тамақты қалай жеткіземіз? дейді. Бала шақыр деген адамдарын ұмытып қалғандықтан үйге кел деп жұртқа түгел хабар берген мойнына алады. Жұрт дастарханның жайылуын сарғая күтумен болады. Ақыры әке-шешесі үйіндегі барлық тамақты дастарханға қояды. Бірақ онысы жиын топқа аздық етеді. Өзінің бүлдірген ісін өзің жөнде деп ата-анасы баласына ренжиді. Бала көз жасын сорғалата үйден атып шығып, тоғайға кетіп қалады. Ағаш түбіне отырып, ағыл-тегіл жылайды. Кенет ескі досы қоян жүгіріп, оның қасына келеді. Бұл қоянда ол кішкене көжек уақытында тауып алып, үйінде бағып өсірген соң, тоғайға алып келіп қоя берген болатын. Бала өз жайын қоянға айтып береді. Қоян артқы аяғына шоқиып отырып, қалқан құлағымен бәрін тыңдап алады. Сонан кейін алдыңғы екі аяғымен баланың қолынан ұстайды да: «Жарайды, қапаланба досым, үйіне қайт, бәрі де жақсы болады» дейді. Соның артынша тоғайға кіріп жоқ болады. Жарайды, қоянның айтқан ақылын алып, бала ауылына қайтады. Үйіне келсе, дастархандағы асты ішіп жеп болған қонақтар тағы да тамақ дәметіп отыр. Кейбіреулері үй иесіне келіп ұрса бастайды. Ашуланған біреулер: «Беретін еш нәрсең болмаған соң, қонақ шақырып нең бар еді» дейді. Осы кезде қонақтың біреуі терезеден сыртқа көз жіберіп шошып кетеді де серіктерін қасына шақырады. Алғашында бәрінің де зәре құты қалмағанмен, артынша жүректерін тоқтатып, олар да қайран қалады. Көше түрлі аңдарға толып кетіпті. Барлығының да көтерген жүгі бар. Тура үйге қарай келе жатады. Аюлар балды қораға кеспегімен домалатып әкеліп кіргізеді.
қасқырлар бірнеше тұтас қойдың етін әкеледі. Ал бұғылар мүйізіне іліп шелек-шелек сүт әкеледі. Түлкілер тауық пен қоян етін алып келеді. Тиін мен қояндар шелек-шелек жаңғақ пен жидек теріп әкеледі. Баланың үйіне осы тағамның бәрін әкелуді өзінің ормандағы достарынан өтінген қоян еді. Ол қонақтарға өзін бала қалай асырап өсіргенін, сосын тоғайға қалай апарып қоя бергенін түгел айтады. Аңдар әкелген тамақтарын қораға үйіп төгеді де, жұбын жазбай қайтадан тоғайға кетіп қалады. Таң қалған қонақтар үндей алмай ауыздарын ашып тұрып қалады. Әке-шешесі қуанғаннан не істерін білмейді. Ал бала ол екеуінен де бетер қуанып, қоян досына риза болады. Өте тамаша ертегі екен, балалар? Енді сіздерге осы ертегіге байланысты сұрақтар қоямын. Түсінгендеріңізді осы сұрақтар бойынша жауап бересіздер. Жақсы ма, балалар? Әке-шешесі баласына қонаққа кімдерді шақырды? Ойланайық, балалар. Дұрыс айтасыңдар, балалар. Әке-шешесі барлық ауылды емес, өзінің туысқандарын шақырды еді, Ал балалар қонаққа кімді шақырды, бала? Өте дұрыс айтасыңдар. Бала барлық ауылды үйіне қонаққа шақырып келді. Әкесі баласына не үшін ұрысты, балалар? Ойланайық. Өте дұрыс айтасыздар. Әкесі баласына барлық ауылды үйіне шақырып келген үшін тамақ жетіспейді деп ренжіп ұрысты, Бала жылап отырғанда көмекке не келді, балалар? Орманға барғаннан кейін не келді? Ойланайық, балалар. Өте дұрыс айтасыңдар, балалар. Қоян келді. Баланың қасына қоян келді, Қоянды бала асырап, өскеннен кейін орманға жібере салған болатын, Қоян қандай қайырымдылық жасады, балалар? Ойланайық. Өте дұрыс айтасыздар. Ормандағы достарын ертіп кеп, қаншама азық-түлік, тағамдар әкелді, баланың үйіне. Біз де қоянға ұқсап қайырымды бола аламыз ба, балалар? Біз де басқа біреулерге, басқа адамдарға көмек бере аламыз ба, балалар? Сіздер көмек беріп жүрсіздер ме? Жақсы. Өте жақсы. Барлығымыз бір-бірімізге қайырымды болуымыз керек, балалар. Біреу көмек сұраса, аянбауымыз керек, көмектесуіміз керек. Біреуге бірдеңе қажет болса, беруіміз керек, балалар. Ол өте игі іс. Сондықтан бір-бірімізге көмектесуді үйренуіміз керек екен, балалар? Енді мен сіздерге өлең оқимын. Осы қоян жайында жақсылап тыңдап, жаттап алуға тырысыңыздар, жақсы ма? Жаттап алуға тырысыңыздар. Ұзын құлақ сұр қоян, естіп қалып сыбдырды. Ойлы-қырлы жерлермен ытқып-ытқып жүгірді. Қарап еді артына, қиығын сап көзінің, келе жатқан томпаңдап, көжеге екен өзінің, дейді. Балалар, сіздерге осы ертегі мен осы өлең ұнады деп ойлаймын. Қайырымды жасайық, бір-бірімізге көмектесейік, ата-анамызды сыйлайық, ата-анамызға қамқор болайық, балалар? Енді үй жұмысына осы өлеңді, соңғы өлеңді жаттап аламыз. Жақсы ма, балалар? Сау болыңыздар.